Сәлем қазақ елі, Казкино арнасына қош келдіңіздер. Мен бүгінгі видеода сіздерге 2025 жылдың ең танымал фильмі «Горничная» атты фильмді қысқаша мазмұндап беретін боламын. Бірақ ескертіп қояйын. Бұл жай ғана үй тазалайтын қыз туралы хикая емес. Бұл жерде үлкен ақша, нәпсі, сатқындық және адам сенгісіз құпиялар бар. Дайын болсаңыздар, лайк басып, қолдау көрсете отырыңыздар. Басты кейіпкеріміз Милли деген қыз. Өткені сәл кривой, түрмеде отырып шыққан, қалтасында соқыр тиыны жоқ. Бір күні жұмыс бойынша Нина атты әйел қоңырау шалады. Уинчестерлер деген бай отбасының үйін жинап, қамағын істеу керек. Милли зәулім үйді көргенде аузы ашылып қалады. Үй иесі Эндрю деген жігіт нағыз красавчик, сымбатты, бай, ал әйелі Нина нағыз стерва. Миллиді адам құрлы көрмей үнемі басынып сөйлейді. Бірақ Миллиде оңай шағылатын жаңғақ емес. Ол Эндрюдің оған басқаша қарап жүргенін бірден байқайды. Нина жоқта Эндрю Миллиге жақындап, «Әйелім жынды, мені тек сен түсінесің» деп құлағына лапша іледі. Осылайша екеуінің арасында ыстық байланыс басталады. Асханада болсын, қонақ бөлмеде болсын, екеуі махаббат ойынын қыздырады. Милли осы байды қолға түсірсем, өмірім бал болады деп ойлайды. Бір күні Милли мен Нина қатты ұрсысып қалады да, Нина үйден қашып кетеді. Милли, болды, енді мен бұл үйдің ханшайымымын деп Эндрюдің алдына ашық-шашық киіммен шығады. Бірақ дәл осы жерде фильм 180 градусқа өзгереді. Эндрюдің көзінен махаббат емес, нағыз психопаттың бейнесін көреді. Сөйтсе, бұл бай жігіт нағыз жауыз жынды екен. Ол осыған дейінде талай қызметші қыздарды осылай алдап, соңында бәрін шатырдағы кішкентай бөлермеге қамап, қинап, өлтіріп келген. Міне, осы жерде нағыз шок болады. Сөйтсе, анау жынды Нина шын мәнінде жынды емес, ол да Эндрюдің құрбаны екен. Нина шатырға келіп, Миллиді босатады. Енді екеуі бірігіп, Эндрюге қарсы план құрады. Милли оны шатырға алдап шақырып, өзіне жасалған барлық қорлықтың есесін қайтарады. Олар Эндрюді мүлдем дәрменсіз күйге түсіріп, сазайын береді. Нина еркіндікке шығып, байлықтың жартысын алып тайып тұрады. Ал Милли болса, өз ісінің шеберіне айналады. Не үшін дейсіздер ме? Әйелім қорлайтын, қызметшісін құл көретін еркектерді тауып, олардың өмірін тозаққа айналдыру үшін. Міне достар, «Горничная» фильмі осындай. Видео ұнаса, арнаға жазылып лайк басыңыздар. Сіздермен болған Казкино арнасы. Сау болыңыздар.